Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Әне-міне дегенше жазда өтіп кетті. Күн ыстық деп, терезеден күн түседі деп, мына жылтыр қағаздарды жаз басталғанда қондырған болатынбыз. Соларды бүгін барлығын алып, терезелерді тазалап, жапқыштарды жуып аламын деп шештім. Өйткені 1 қыркүйек балаларға сабақ басталады. Бір режимге келу басында кішкене қиынға соғады. Соның алдын ала дайындалып, үйді тазалап, терезелерді сүртіп шығамын деп шештім. Бізде үйде терезелер осындай барлығы үлкен болғандықтан жазда күн қатты түседі. Сондықтан үйді ысытып жібереді. Кішкене болсын салқын болу үшін, көлеңке болу үшін осы жылтыр қағаздарды жаздың басында ұстаған болатынбыз. Қазір осылардың барлығын алып тастаймын да терезені тазалап сүртіп аламын. Жаз бойы жуылмағандықтан терезедегі жапқыштарда шаң басып кеткен екен. Оны да шешіп, қазір жууға саламын. Пердем жуылып болғанша терезенің өзін тазалап аламын. Осылайша терезенің әйнегін тез-тез сүртіп тазалап шықтым. Енді қазір алдын тазалап аламын. Мына аққан лас сулар барлығы терезенің әйнегінен аққан. Жаз бойы тұрып шаң басқаннан осындай лас болған. Үйге қонақтар келген, солардың жатқан орын төсектерін қазір қайтадан орнына жинайтын боламын. Осылайша көрпе жастықтарды барлығын орын-орнына жинап шықтым. Мен болам дегенше пердемде жуылып болып қалыпты. Соны тез-тез үтіктеп, қазір қайтадан орнына ілетін боламын. Видеода кішкентай әрі тез-тез болып көрінгенмен, бұл бізде өте үлкен терезе. Жапқыштың ұзындығы да өте ұзын. Оны ілу, үтіктеу біраз уақыт алды. Мен бірақ тез-тез видеоға түсіріп, сіздерге аз уақытта көрсетіп үлгеру үшін осылай видеоны тездетіп, қысқартып тастаған болатынмын.
міне пердемді орнына ілдім, аппақ болды. Өзім қуанып тұрмын. Ал енді бақшада өскен мына көк шөптерді қазір барлығын жуып, кептіріп, турап, күзге және қысқа пайдалануға дайындап қоямын. Өйткені бұнша үлкен көлемде біз жеп тауысып үлгермейміз, босқа қурап кетеді, сондықтан да кептіріп алсақ, қыста молынан пайдалануға жетеді. Бұл бізде ас көп және петрушка. Қазақшасын ұмытып тұрмын. Петрушка мен укроп қой. Осылайша барлығын жуып алдым. Қазір енді мына қағаздың үстіне турағанымды қойып кептіретін боламын. Әуелі турап аламын. Ары қарай әбден кебу үшін ақ қағаздың үстіне осылай біраз күнге қоямын. Әбден қурап кепкеннен кейін барып ыдысқа салып аламын да қыс бойы пайдаланамын. Бүгінге жоспарлаған шаруаларымның барлығын бітіргендеймін. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаса мені қолдап лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.